саламатсыздар. Бүгінгі біздің жоспар бойынша кезекті дін және жастар тақырыбындағы сұрақ-жауап кешіне қош келдіңіздер. Кешіміздің қонақтарымен таныстырып өтейік. Бесновка ауылы Талды мешітінің имамы Даниярұлы Рахымғазы ағамыз келіп отыр. Еңбекші ауылы Әл-Ғафур мешітінің имамы Қайрат Сұраншыұлы бүгін бізде қонақтар. Қош келдіңіздер. Бүгінгі дін және жастар сұрақ-жауап кешінің мақсатын айтып өтетін болсам, ислам дінінің тарихын ұғындыру, теріс ағымдарға бағытталған көзқарастардан аулақ болуға, өзіндік діни дұрыс бағдар таңдауға ықпал жасау, дәстүрлі емес діннің түрлі ағымдарынан сақтандыру, ұлттық діни бірлестікті сақтауда сауаттылықтарын арттыру, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыра отырып, имандылыққа тәрбиелеу. Бүгінгі шарамыздың негізгі мақсаты осындай. Дін қоғамның рухани өмірінің маңызды саласы. Дін Құран мен адамның байланысы арқылы адам өмірінің мәніне айналған сана. Жер бетіндегі барлық діндер бейбітшілік, рахымдылық, әділдік сияқты жоғарғы құндылықтарға негізделген. Солардың ішінде ең соңғы кенеліне келген әрі мейірім мен рахымдылықты ту еткен дін ислам діні. Дін адамзат тарихы мен мәдениеттің ажырамас бөлігі. Дінін білген адамға тегі, тегін білген адамға діні ешқашан жат саналмайды. Ислам діні ол тазалық, тәртіп, адамгершілік бастауы, имандылық белгісі. Адам баласын асып-таспауға, ғылым мен білімге және ынтымаққа баулуға шақырады.